Армысыздар, ардақты, ақылды, дана, қалың қазағым. Сіздермен бірге Алмас Түгінбайұлы, медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының негізін қалаушысы. Біздің институт бұл жекеменшік институт. Институттың негізгі мақсаты бұл ауруды алдын алу, медицинасын дамыту және салауатты өмір салты сүру, дұрыс тамақтану, дене белсенділікті, өз-өзін күту, насихаттау, әсіресе екіқабат кезде және ерте балалық шақта. Сонымен қатар ауаның, судың сапасын жақсартуға арналған судың құрылғыларын сату және медициналық микросфералардан жасалған өнімдерді сату. Бұдан басқа биологиялық белсенді қоспаларды, сапалы тамақтарды сату. Өйткені кейінгі жылдары жылдан жылға түрлі күрделі созылмалы аурулармен ауыратын адамдар артылып келе жатыр. Сондықтан осы мәселелер ұлттың денсаулығына қауіп келтіруіне мүмкін болғандықтан осындай институтты негізін қалап ашып отырмыз. Бүгінгі түсірілімде сіздерге бидайдың жалқы шөбінен сығылған вильграс шырындың артықшылықтарын айтып кетемін. Бидайдың жалқы шөбінен сығылған шырын вильграс бұл дәрумендерге, минералдарға, аминокислоттарға, антиоксиданттарға, ас қорытатын ферменттерге, хлорофилге және басқа да көптеген пайдалы заттарға бай көз болып табылады. Вильграс шырында А, Б, С, Е, К тағы да басқа көптеген дәрумендер бар. Дәрумендер, витаминдер адам ағзасында маңызды функцияларды атқарады. Олар дұрыс зат алмасу процесін қолдайды. Ішкен тамақты энергияға айналуына көмектеседі. Иммундық жүйені қалыптасуына, нығайтуына қатысады. Және ағзаны аурулардан, инфекциялардан қорғауға көмектеседі. Бұдан басқа дәрумендер сүйектерден, тіндерден, жасушалардың өсуіне, дамуына маңызды рөл атқарады. Және органдар мен жүйелердің дұрыс жұмысын қамтамасыз етуге көмектеседі. Вильграс шырындағы минералдар бұлар да көптеген
маңызды жұмыстарды атқарады. Минералдар сүйек пен тістің денсаулығын нығайтады да. Өйткені олардың негізгі құрылыс материалы болып табылады олар үшін. Және метаболизм процесін реттеуге қатысады минералдар. Бұдан басқа темір, мырыш сияқты кейбір минералдар гемоглобиндің қалыптасуына және иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істеуіне қатысады. Маңызды рөл атқарады осы жұмыстарда. Белград шыңындағы минералдар органикалық, минералды, сіртілі тұздардың қосындылары, бұлар біздің ағзадағы электролиттердің негізі болып табылады. Осы сок арқылы біздің электролиттердің негізі болып табылады. Электролиттерде біз барлық сұйықтықтарды айтамыз. Электрозарядталған молекулалар немесе атомдар бар. Электролиттер бұл тоқты тасымалдауға қабілетті заттар. Олар минералдардың иондарынан қалыптасады. Және олар ыдыраған бөлінген иондардан қалыптасады минералдардың. Және ерітілген күйінде сұйықтықтар да орналасады. Мысалы, шырын, мұздатылған шырын, Белград шырыны диссоциацияға ұшыратып, бұны мұздатып, қазір сумен қосып ішеміз. Осы мұздатылған шырында диссоциацияға ұшыраған минералдардың иондары бар. Натрий, кальций, магний, фосфор, цинк, селен сияқты тағы да басқа көптеген пайдалы минералдардың иондары бар. Электролиттердің иондары адамдың, жануарлардың, өсімдіктердің және басқа да жалпы тірі жандардың ағзасында көптеген маңызды шаруаларды атқарады. Мысалы, олар жүйкеден импульсті беруге қатысады. Ағзада дұрыс су мен электролиттердің балансын реттеуге қатысады. Қышқылдар мен сіртілердің тепе-теңдігін реттеуге қатысады. Когнитивтік қабілеттілігіміздің жұмыс істеуіне қатысады. Жалпы барлық жүрісімізге, тұрысымызға қатысады. Жалпы аяғымыздан бастап басымызға дейін барлық зат алмасу процестерге қатысады минералдар. Сондықтан минералдардың жетіспеушілігі түрлі күрделі созылмалы ауруларға әкелуі мүмкін. Сондықтан минералдарды сақтау және бақылау өте маңызды. Адам ағзасындағы негізгі минералдар электролиттердің негізі натрий, хлор, калий, кальций, магний, фосфор,
цинк, селен, железо, кремний, медь, осы сияқты негізгі минералдар. Бұдан басқа, мына Витграш шырында аминокышқылдар бар. Аминокышқылдар бұлар да маңызды жұмыстарды атқарады ағзада. Бұлар аминокышқылдар құрылыс блоктар болып табылады ақуыздарға. Осылардан аминокышқылдардан ақуыздар құрылады. Ақуыздар құрылып тіндер, бұлшықеттер құрылады. Тіндердің, бұлшықеттердің өсуіне, құрылуына осындай аминокышқылдар қажет. Екіншіден, аминокышқылдар бұлар ас қорытатын ферменттерден, гормондардан және көптеген биологиялық белсенді молекулалардың синтезіне қатысады. Бұдан басқа аминокышқылдар, кейбір аминокышқылдар ағзаға энергияны көзі ретінде қызмет етеді. Қажет кезде олар глюкозаға айналады. Адамдың қуаты арттырады осыдан. Тағы да мына Витграш шырындарында антиоксиданттық қасиеттер бар. Антиоксиданттар адамдың ағзасындағы тотығу стрестердің деңгейін төмендетеді. Бос радикалдарды жояды. Адамдың ағзасында тотығу стресс келесі жолмен пайда болады. Біз зат алмасу процесінде сапасыз ауаны, сапасыз суды, сапасыз азық-түлікті және стрессті алған кезде ағзада тотығу стресс дами бастайды. Тотығу стресс олар ағзада бос радикалдарды тудырады. Бос радикалдар жасушалардың, тіндердің және ДНК, ақуыздар, липидтердің зақымдалуына әкеледі. Бұл түрлі күрделі созылмалы ауруларды тудырады. Зат алмасу процесі бұзылғаннан кейін. Зат алмасу процестерін бұзылуын тудырады. Түрлі күрделі аурулар тудырады. Бұлардың барлығы. Осының барлығына Витграш шырынды ұзақ мөлшерде, ұзақ және көп мөлшерде ішетін болсаңыздар, тотығу стресін деңгейін төмендетеді және тотығу стресін деңгейін төмендетеді және бос радикалдарды жояды. Мына иммундық жүйені нығайтады, жалпы денсаулықты жақсартады. Жүрек қан тамыр жүйесін жақсартады жұмыстарын, ас қорыту жүйесінің жұмыстарын жақсартады. Көптеген аурулардың қаупін азайтып, қабынуды басады, қабыну процестерді басады. Бұл қалпына келтіретін потенциалға ие ағзаны Витграш шырындары.
Бұдан басқа мына Витграш шырындарында ас қорытатын ферменттер бар. Ас қорытатын ферменттер бұлар асы қорытуына көмектеседі. Ас қорыту процесі жақсарады адамның ағзасында. Зат алмасу процестері жақсарады. Бұдан басқа мына Витграш шырында хлорофилл деген бар. Осы хлорофилл шөптерге жасыл түсті береді. Және осы хлорофилл қанды тазартуға және жалпы ағзаны токсиндерден тазартуға ықпал етеді, көмектеседі. Бидайдың жасыл шөбінен сығылған Витграш шырын бұл витаминдерге, минералдарға, аминокислоталарға, антиоксиданттарға, ферменттерге, хлорофиллге және басқа да көптеген пайдалы заттарға бай көз болып табылады. Бұл денеге арналған толық тамақтану түрі. Ас қорытуды жақсартады, иммундық жүйені және жалпы денсаулықты жақсартады, нығайтуына ықпал етеді, энергияны арттырады, токсиндерді ағзада азайтуға көмектеседі. Витграш шырынын сатып алу арқылы сіздер өз әл-ауқаттарыңызға, белсенділіктеріңізге және жалпы денсаулықтарыңызға инвестиция саласыздар. Сондықтан біздің медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтынан осындай Витграш шырынын алыңыздар. Біз Астана қаласы бойынша жеткізу жасаймыз. Және Астанадан 700 шақырымдағы алыстағы қалаларда тұратын болсаңыздар, о жаққа дейін де жеткізіп аламыз. Мұздатылған күйінде барлық дәрумендер сақталады. Бұдан басқа егер де сіздер Астана қаласында тұратын болсаңыздар, жеміс-жидектерді, көкөністерді бөлшек және көтерме бағалармен жеткізуге тапсырыс жасаңыздар. Және біздің медико-биологиялық тамақтану мен оңалту институтының ауаның, судың сапасын жақсартуға арналған құрылғыларды алыңыздар. Медициналық микросхемадан салынған өнімдерді алыңыздар. Біздің өнімдер туралы толығырақ білу үшін біздің парақшаларға жазылып көріңіздер. Мына сондықтан қалың қазағым, егер де сіздер түрлі күрделі аурулармен ауыратын болсаңыздар, онда осылай сіздерге шөптің шырынын сығып, мұздатып жасалынған сіздерге пайдалы болады. Осыған тапсырыс жасаңыздар, алыңыздар. Ал егер де сіздер ауырмасаңыздар, бәрібір алыңыздар. Өйткені күнделікті тотығу стресстермен сіздер кезігесіздер. Ауаны тыныс алған кезде, ауа плюспен орналасқан тотығу потенциалға ие қалаларда, су да солай,
азық-түлік те солай. Осының барлығын алдын алу үшін, және стресстерді алдын алу үшін осылай Витграс шырындары өте тиімді көмектеседі денсаулыққа. Егер де сіздерге осы ақпарат пайдалы болса, онда міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, аямай. Міндетті түрде осы түсірілімді жақындарыңызға, туыстарыңызға, таныстарыңызға таратып кетіңіздер. Міндетті түрде біздің Instagram, YouTube парақшаларымызға жазылып кетіңіздер. Өйткені 1000 адам болған кезде біз сіздерге тікелей эфир арқылы біздің өнімдер туралы пайдалы ақпараттар көбірек бере аламыз. Және мына институттың сіздерге айтатын, жеткізетін ұлттық денсаулық сақтау және халықтың әл-ауқатын арттыруға, дамытуға бағытталған бағдарламасын сіздерге айтылатын боламыз. Және осы бағдарламаны сіздермен біз бірге іске асырылатын боламыз. Бұл бағдарламаны біз бәріміз бірге ғана, біріккен кезде ғана іске асырыламыз. Сондықтан міндетті түрде жазып қойыңыздар парақшаларымызға. Төртіншісі, міндетті түрде біздің өнімдерді алыңыздар. Витграс шырындарды. Өйткені Витграс шырындарды жалпы басқа біздің өнімдерді алыңыздар. Ауруларды алдын алу мақсатында сіздерден сатудан түскен пайда бұл институттың дамуына, қажетті құрал саймандарды алғанға, қажетті зерттеулерді жасағанға, және ең бастысы ұлттық денсаулық сақтау және халықтың әл-ауқатын арттыруға, дамытуға бағытталған бағдарламаны іске асыруға жұмсалынады. Сол бүгінше айтайын дегенім осы, қымбатты жерлестерім. Келесі кездескенше сау болыңыздар.